Кредитің неге жоқ? Жоқ, мен сізге түсіндірейін. Неге жоқ, айтпа. Керісінше кредиті бар, Айтпа. кредит. 90 күннен асқан просрочка, счеттар арестте тұрған азаматтар болады ғой, несие алып. Соған толығымен тегін консультация, тегін қызмет көрсетеді. Несиеңіз бар ма еді сізде? Бар, бірақ просрочка емес. Уақытымен төлеп жатырсыз, иә? Айына қанша төлейсіз? Көп ипотека бар, бәрі 400-500. 405, зарплатаңыз қанша сонда? Сондай. Жолдасымыз екеуміз. Бастысы не жоқ қой, просрочка ештеңе жоқ қой, иә? Жақсы. Бастысы анау қаржылық сауатқа арналған тегін сабақ бар, хотя бы соны көріңіздер. Сайтта қоғамфин.kz. Сізде несие бар ма? Бар. Айына қанша төлейсіз? Әйтеуір төлеп жатырсыз. Төлеп жатыр. Пенсия кетіп жатыр. Наңғараңыздар, орыс тілді аудитория прям не ғой? Айына қанша теңге төлейтін, әр айдың нешесі төлеу керектігін, соның бәрін досконально біледі, тіпті қанша процентін біледі. А біздің қазақта не то что процент, даже анау кредит алып алғаннан кейін айына қанша теңге төлейсің десең, білмеймін, бұйырғанын төлеп жатырмыз ғой, әйтеуір төлеп жатырмыз, бар ма жоқ па білмеймін деп көп осындай жауап естимін. 90 күннен несиесін төлей алмай, тіпті 90 күннен артық 1 жыл төлей алмай жүрген азаматтар болса, осы нөмір сіздерге тікелей қызмет ететін болады. Бірақ барлығы очередь, кезекпен.